Hold up. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Мінекей бір күнде бізде екі сабақ шығып жатыр, бір-біріне ұқсағасын. Біздер бүгін екі сабақ шығаруға шештік. Мінекей PicsArtқа кіріп рисовать бөліміне кіреміз достар. Бірден рисовайттан бастаймыз. Текст батырмасын басамыз. Сіздің атыңыз қай әріптен басталады, немесе сізге қай әріп ыңғайлы, сол әріптен бастаңыздар. Мінекей қазір мен Q-ді жазам. Q. Мінекей бірінші точка қоямын да кішкене арасын ашам достар. Кішкене қол үйрету үшін жақсы болады ол. Бірден әріп басалса ыңғайсыз болады. Өзіңізге ыңғайлы немесе керемет түсетін бір шрифт таңдаңыздар. Мінекей дәл осылай экран сызып қалған кезде мінекей әріп пайда болады. Үш нүктені басып, енді бұл әріпті үлкейтеміз. Экранды жай ғана сызып өтсеңіздер достар, әріп жазыла береді. Егер істей алмасаңыздар, точканы кейіннен жай ғана өшіріп тастауға болады. Мінекей қойып аламыз. Енді достар мұқият қараңыздар. Мына жерден пустой слойлар ашылады. Слойлардың орналасуына мұқият қараңыздар достар. Бізге 4 слой қажет болады. Оның біреуінде қазір біздер добавить фото арқылы өзімізге қажетті фотоны аламыз. Мінекей жандатып тұрған фото барынша осылай қырынан қарап тұрған фотолар бұл біздің монтажға, яғни фото монтажға өте ыңғайлы келеді. Мінекей бұны жоғары қоямыз. Дәл осылай осы жүйемен орналасады. Ақ фон Q, мына жерде пустой, оны қазір көрсетемін, және де сурет ең басында тұрады. Мінекей қазір пустой слой не үшін керек екенін көрсетемін достар. Жоғарыдағы суретті аламыз, светлый қылып басамыз достар. Жоғарыдағы қыздың суретін алып светлый қыламыз. Енді үш нүктемен бірінші батырманы басып, кішкене сәйкес келтіреміз. Енді бұл не үшін керек десеңіздер, қазір сіздерге көрсетейін. Қыздың беті кішкене әріптен шығып тұру керек. Кәдімгі 3D логотип сияқты болады. Қазір көрсетейін. Мінекей обычныйға қояйын. Кішкене қоюлығын азайтайын. Мінекей қазір біз өшірген кезде қыздың беті тура осылай әріптен шығып тұрады достар. Енді сіздерге дәл осылай бір көрсетіп алайын, алдын ала кішкене біліп отыратын. Қайтып светлыйды басып қоямыз. Мінекей қараның ішіне автоматты түрде түсіп кетеді. Кішкене артқа кіргізіп қойын, а то қатты шығып кетті беті. Мінекей енді жаңағы пустой слой бізге не үшін керек? Дәл осылай пустой слойды басамыз. Мына жерден қою, яғни өшіргіш емес, қалай дейді, бояғыш кистті таңдаймыз. Бояғыш кисттің үстін басып, өзімізге керекті бояғышты таңдаймыз. Қазір мына жерде слойдың үстін басып таңдап қояйын. Мінекей дәл осы қою түсті аламыз. Достар, енді жаңағы біздер енді басы шыққан жерді дәл осылай қараға бояймыз. Жаңа қараға боясаңыздар, дәл осылай басы пайда болады. Яғни бұл светлыйдың функциясы арқылы. Енді өздеріңіз істесеңіздер, не үшін бұлай адамның басы шығатынын өздеріңіз түсініп аласыздар достар. Дәл осылай басты примерно шығарып аламыз, бояп. Мінекей қазір слойды ашып көрсетейін. Мінекей дәл осылай қараға боялды. Қараға боялған кезде адамның басы автоматты түрде шығады. Тура осы реттілікпен орналасады достар слой. Слойдан қателессеңіздер, міндетті түрде ол орындалмайды. Сосын не үшін менікі болмай жатыр деп біреулер маған жазып жатады. Осы жүйелікте слойларды орналастырыңыздар. Әрмен қарай өшіргіш батырмасын басып, мінекей мына жерден өзінің өшіргіште де осы жұмсақтау түсті таңдап аламыз, яғни өшіргішті. Мінекей енді видеода көрсетілгендей жай ғана басты қалдырып, қалған жерлерді өшіре береміз. Мінекей тек қана басты қалдырыңыздар достар. Мінекей басты жайлап өшіріп шығамыз. Енді кішкене еңбектенулеріңізге тура келеді. Енді бұл жерде енді жақсы результат алғыларыңыз келсе, енді амал жоқ, осылай өшіріп шығасыздар. Мінекей басын ерінбей өшіріп шығамыз. Кішкене еріндері қиындау болады. Барынша достар осылай жандатып тұрған фотоларды қойыңыздар, себебі жандатып тұрған фотолар өте әдемі түседі. Достар, енді басын толықтай өшіріп алғасын, қазір өшіріп тастай салайық. Қалған жерлерінде мінекей дәл осылай көрдіңіздер. Дәл осы жүйедегі логотип пайда болады. Мінекей орналасуын жақсылап видеоны артқа қайтарып та көріп алыңыздар достар. Орналасуынан қателесіп кетпеңіздер. Тағы да қайталап айтамын. Енді әрмен қарай біздер текст жазатын боламыз. Астына дизайнды жасаған Miko Pro деп ағылшыншалап жазамыз. Енді бұны жазбасаңыздар да болады. Жай ғана астына бір әдемі көрінсін деп жазғаным. Кішкене идея болсын деген ғой. Енді бұл қатты маңызды емес. Енді астына сіздер өздеріңіз бір бәле ойлап жіберсеңіздер де болады. Дәл осылай сохранить етіп, мен сіздерге кішігірім идея айта кетейін. Дәл осыны ақты сохранить етіп, жаңа ерайсерге алып, PNG форматында алып, Pixel Lab'қа кіріп, осыны 3D қылып істесеңіздер өте керемет шығады. Шыны керек, артына тем беріп. Бірақ та қазір біздер HDR-ден жасайтынбыз, кішкене 3D-ға жақын. Мінекей HDR-ді баса берсеңіздер, достар, қазір результатын көрсетемін. Кішкене резиск берейік. Резиск деген фотоны четкий қылады кішкене. Әрмен қарай енді HDR мен жоғары жақта басып жатқан функция достар. Көріп жатсыздар, қайта FX-ке кіреміз, енді HDR береміз тек қана. Міндетті түрде адамның бетіне бермейсіздер, және де жазуға түспеу керек. Қазір қара, мен адамның бетін өшіріп тастаймын достар.
Мінекей және де жазудың үстіне өшіріп тастаймын. Жазуға да қажеті жоқ түсудің. Мінекей. Енді басқа жерлерге түсе берсін. Енді HDR бергеннің несі не десеңіздер, қазір мынаны көбейтіп азайтып қараймын. Мінекей анау домалақ жерге қарап тұрыңыздар, қалай өзгеріп жатқанын. Кішкене андау турбаның цилиндрдің эффекті сияқты болып жатыр. Дәл осылай HDR-ді 2 рет бергесін сіздерге осындай эффект пайда қылып береді. Неке достар, видео өте қиын емес. Ары қарап доджерді басамыз, кішкене эффект береміз. Жаңағыдай айтқандай тура осыны алып Pixel Lab'қа кіріп 3D артына тем берсеңіздер болады. Неке сіздерге қысқаша плюс тағы да сабақ айта кеткенім, Pixel Lab'та енді өздеріңіз істеп жүрсеңіздер білесіздер. Неке достар, видеоның соңына да келіп жеткен сияқтымын. Сіздерге ұнаса, мен өте қатты қуаныштымын. Сіздерге ұнады дегенде ойдамын. Егер ұнаса, жай ғана лайк арқылы білдірсеңіздер болады достар. Келесі сабақта жүздескенше сіздерге шынында да ұнады деген ойдамын. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Мико Про. Келесі кездескенше. Твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, 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 самая вышка.